Так, біз QR арқылы кірдік, енді жазамыз. Так, сотовый номерларыңызды действующийді жазамыз. Қай жерде 8? Так, сосын email жазамыз. Действующий email керек сіздерге обязательно. Пожалуйста, соны теріңіздер. Оның паролін помнить не обязательно. Бірақ сіздер, если осы e-қызмет паролін ұмытып қалатын болсаңыздар, электронный почтаны терген кезде сондай пароль шығуы мүмкін. Сосын кезге құпия сөзге сіз электронный почтаныкін жазбайсыз, сіз өзіңіз придумывать етесіз қандай пароль болатынын. Соны ұмытпаңыздар, кейбіреу электронный почтасының несін іздеп кетеді, паролі қандай екен. Сосын тіркелуді басамыз. Тіркелу сәтті аяқталды деген бет сіздерге міндетті түрде шығу керек. Жүйеде бұрын тіркелген деп шығып тұрмын. Содан кейін екінші рет қайталап жаңағы придумывать еткен парольдарыңызды қайтып кіргізесіздер. Сол бетке кіресіздер. Сіздерге осы бет шығады, қайтадан оған жақсы деп шығып кетсеңіздер болады. Ана кезде галочка қойыңыздар. Сізге интересный болса, ана кезде, пожалуйста, оқыңыздар. Қол қоямыз. Сіздерде обязательно физический ЕЦП болу керек. Юридический ЕЦП мен бұл подписать етілмейді. Бұл міндетті түрде әйтпесе сіздер тіркеле алмайсыздар. Подписать етесіздер. Сәтті аяқталады сіздерде. Окей дейсіздер. Мінеки сіздердің кезде ат жөндерін шығып тұрады, если что. Сосын тестілеу бетіне өтеміз. Тестілеуге жазылу деген нүктені басамыз. Мына кезде бағдарламаны таңдайтын боламыз. Өзі бірақ бағдарлама. Сіз главный специалист, ведущий специалист, руководительге бара жатсаңыз да бүкіл осы бағдарламаны таңдайсыздар сіздер. Мына кезде тестілеу күні мен уақытын таңдайтын боламыз. Растауды басамыз. Мінеки сізге осындай бет шығады. Мысалы 11 күні таңғы 7-де, 9-да, 11-де бос уақыттар бар екен.